Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыздар. Бүгін сабақта кім жоқ? Бүгін сабақта оқушы жоқ. Исатай Маржан, Қалбек Альбина, Низам Ағуан. Себепті шығар, иә? Балалар бүгінгі сабақты балалар үйге қандай тапсырма бердіңдер? Үйдің тапсырмасын орындаңдар ма? Дәптерлеріңізді ашыңыз. Орындаңдар, иә? Балалар, фото ұстану процесін түсіндіңдер ма? Молодцы, жарайсыңдар балалар. Енді балалар, тотығы ұстану реакция дегеніміз не балалар? Реакцияларда тотығыстардың құрайды элемент атомдарының тотығы дәрежелерін өзгеруі мен жүретін реакцияларды айтады. Тотығу дәрежелері бұл жерде не істейді? Өзгеріп отырады. Біз екі әдіспен таныстық, иә? Ең бірінші біз тотығыстану реакцияны біз нешінші сыныпта өттік? 9-шы сыныпта, иә? Ол кезде қандай әдіспен біз теңестірдік? Электрондық баланс арқылы теңестірдік, иә? Ол кезде тотығу дәрежесі жоғарылаған кезде тотығу процесі жүрді, иә? Тотықсыздандырғыш болды. Және де егерде тотығу дәрежесі төмендеген кезде қандай процесс жүрді? Тотықсыздандыру процесс, тотықтырғыш болды, иә? Енді ал кеше біз қандай әдіспен электрондық баланс. Балалар, жақсы түсіндіңдер ма? Түсіндіңдер. Енді балалар, осы тотығу-тотықсыздану реакциясы теңестіру бойынша біз жақсы түсінікті болсаңда, бүгін біз жаңа тақырыпта қолданамыз осы тотығу-тотықсыздану процесті. Бүгінгі сабақтың тақырыбы электролиз. Бәріміз дәптерлерімізді ашамыз. Бүгінгі число жазамыз. Бүгін нешесі? 19.01.22 жыл. Электролиз. Электролиз. Балалар, ручканы қоямыз. Жазыңдар ма? Енді, балалар, электролиз деген сөзге біз ассоциация қояйық. Электролиз деген сөздің өзі айтып тұр, иә? Мағынасын ашайық. Электр деген тоқ. Ал лиз сонда тоқтың әсерінен не бер ыдырайды? Қосылыстар. Біз 9-шы сыныпта электролиттік диссоциация деген тақырыпты өттік, иә? Сол кезде бізде электролиттер қандай болады? Электролиттер диссоцияланған кезде электролиттер және де бейэлектролиттер. Электролиттер дегеніміз не өткізеді? Тоқ өткізеді, ал бейэлектролиттер тоқ өткізетін заттар. Мен қараңдар, электролиттерге қандай қосылыстар жатады? Тұздар, негіздер, және де қышқыл қышқылдар. Бүгін балалар, біз электролизде қандай процесс жүретін соның несінен ашамыз. Біздің бүгін басты мақсатымыз осы электролизді өмірде де және де қолданудың үйренеміз. Және де реакцияларды жазуды үйренеміз. Балалар, электролиз дегеніміз не? Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Электролиз дегенге балқымасы арқылы электрон тоғын жібергенде электрондар жүгіретін тотығу-тотықсыздану процестері. Дұрыс айтасың, Ерсұлтан. Енді балалар, мен сіздерге қазір мынандай бағалау парақшасын тарқатам. Осы жерде әрбір сұраққа жауап беріп отырасыңдар. Мысалы, қазір ең бірінші сұрақ электролиз дегеніміз не? Бір бал қойып отырасыздар. Өз-өздеріңізді бағалап, сабақтың соңында сендер мына жерге өз балдарыңды қоюға тырысасыңдар. Жарайды ма? Әр сұраққа жауап жазасыңдар. Түсінікті ма? Және де кері байланысқа мына жерге қандай сұрақтарың болады, түсінікті болды ма, жоқ, түсініксіз болды ма, осыны сендер толтырасыңдар. Алғашқы мына жерге фамилияларын жазасыңдар.
дегеніміз жаңа Ерсұлтан бізде айтып шықты. Электролиз бізде неге бөлінеді? Екіге, балқымаға және де ерітінділерде. Енді балқымадағы электролизді кім түсіндіріп береді? Оқулықпен жұмыс жасаймыз балалар. Ең бірінші және де тағы айтып кететін жайт бар, электролиз терминді және де ең алғашқы бізде 1834 жылғы Майкл Фарадей деген ашты ғалым. Бізде балалар, сендер физика пәнінен білесіңдер, электрод дегеніміз не, катод дегеніміз, анод деген жақсы білесіңдер. Катод ол қандай? Катод минус, анод плюс. Оны сендер физика курсынан өте жақсы білесіңдер. Балалар, енді балқымадағы электролизді қалай түсіндіруге болады? Балқымалы электролиз. Кім айтады? Электролизде электрондар тек қана электролит иондары тотығады. Немесе тотықсызданады. Мысалы, натрий хлор. Дұрыс. Балқымасының электролизі. Мысалы, натрий хлор балқымасы. Электролиз бізде бірінші жүреді балқымада, балқымада, екінші ерітінділерде, судың қатысуымен ерітінділерде. Енді балқымада ең бірінші біз не істейді екенбіз? Кім айтады балалар? Бірінші мысалы, не аламыз? Натрий хлор аламыз, ең үйде бәрі. Біз білеміз, натрий хлор ол қандай зат? Жоқ, тұз. Натрий хлор тұз. Ақ кристалды зат, ақ кристалл ол қатты ма, жоқ сұйытты? Қатты. Үйдегі тұз. Натрий хлор ас тұзы, дұрыс. Енді біз жазамыз натрий хлор. Натрий хлорды біз саламыз. Неге десады? Кім жазады? Жаз. Жаз. Натрий плюс катион плюс қосу хлор плюс амин. Енді біз білеміз, отырамыз. Натрий хлор қатты зат. Енді оны біз не істейміз? Балқытқасын. Ол не істейді? Балқытқасын. Неге бөлінеді? Катионға және анионға. Енді балалар, катион дегеніміз не? Анион дегеніміз не? Катиону қандай заряд? Ал анион енді балалар, осы балқыманы біз натрий хлор катионға ыдырады ғой, катионға ыдырады және де анионға. Енді біз электрод, катод және де анод. Енді балалар, бізде тағы айтып кететін жайт бар. Бізде электролиз процесін жүру үшін біз оны қай неде жасаймыз? Қандай затқа жасаймыз? Электролизер және де тағы ванна деп айтамыз, электролизер, табақша деп айта береміз. Мысалы, мына жерде кім айтып береді балалар? Мына жерде көрініп тұр ма сіздерге? Қазір мына жерде слайд көрсетемін сіздерге. Мына кім айтып береді? Мен айтып берейінші бе? Шығамыз меға. Иә. Кел, айтып бер. Бұл жерде айтатын болсақ, катион бізде оң зарядта, ал анион теріс зарядта. Бұл жерде заряд болғандықтан бір-біріне қарама-қарсыны тартады. Сондықтан катиондағы оң таңбаларды анод тартады, аниондағы плюс зарядтарды катод тартады. Мысалы, мына жерде бір екі оқушыны шығарып өткен көрсетеміз.
бірінші бізде мынау ванна, иә? Ванна. Ваннаға біз не істейміз? Балқыманы электролизерға не істейміз? Саламыз, құямыз, иә? Құйып, мына біреуі натрий, мына біреуі натрий катион, және де натрий хлор анион. Енді оған біз не батырамыз? Катод пен анодты, көрсет. Катод мына, мынау анод. Енді не істейміз? Электр тоғын балқытып алды. Енді біз не істейміз? Электр тоғын чистеттағына мынау. Иә, натрий. Қайқа болады? Катодқа жабысады. Бір-біріне қарама-қарсысына қатты тартады. Хлор анодқа болады. Түсінікті ма балалар? Сол кезде катодта қандай процесс жүреді? Катодта тотықсыздану процесс жүреді. Анодта тотықсыздану процесс жүреді. Түсінікті ма балалар? Бұл балқымада тек біз аламызды тұзды балқытамыздағыны және де оны анод пен катодқа анод бізде анод катион қайқа жол жетеді? Катодқа плюс және де анодқа жол жетеді. Сөйтеді да тоқ мына жерде балқып болғасы тоқ көзін жалғағасы бізде тотықсыздану реакциясы жүреді. Енді балалар, балқымада ше қалай ерітіндіде? Су арқылы жүреді. Бізде ерітінділерде міндетті түрде ас тұзына натрий хлор, оны біз не істейміз? Кім шығады? Диссоциалануда шық. Кім шығады? Бірінші не қылады? Тұз. Натрий хлорға диссоциаланады. Натрий тез жазамыз. Натрий плюс хлор минус. Және де мына ерітінді болғасын H2O ерітінді. Енді балалар бізде мынау неге қараймыз? Бекітілген металдардың электрохимиялық кезең қатарымен. Біз мынаны ерітіндіде біз не істеп алдық? Диссоциаландырып алдық. Енді балалар, бізде ерітіндідегі электролиз екі түрге бөлінеді екен. Катодтық және де анодтық. Катодтық электролиз біз неге қараймыз? Балалар, біз металдардың кернеу қатарымен нешінші сыныпта таныстық? Металдар нешеге бөлінеді екен? Одан кейін сутектер, мыстан, енді балалар, катодтық электролиз кезінде бізде мынау активтілігі жоғары металдар электролизге түспейді екен. Неге? Су түседі. Неге? Олар активтілігі қандай? Олар сумен әрекеттескенде бірдеңе неге? Сілті. Сондықтан бізде активтілігі жоғары металдар қайда сақтаймыз? Бұл жерде, бұл катод электролизде не тотығады? Тотықсызданады? Су. Келесі активтілігі орташа. Бұл жерде мысалы цинк, алюминий, феррум, бұл жерде суда электролизге түседі, және де металда электролизге. Түсінікті ма балдар? Ал сутектен кейінгі металдар, ол жерде металдар
катодты ұстамайды. Түсінікті ма балалар? Катодты. Соны жазып алайық мына жерге. Бірінші катод минус, анод плюс. Енді ол катодтық электролизді жазамыз. Жаз. Сендер балалар өздерінің дәптерлеріңізде жаза беріңіздер. Натрий плюс, және де су. Су H2O. Мына жерде енді сызықша қоямыз. Мына жерде натрий түседі ма электролизге балалар? Түспейді. Сондықтан біз оны не істейміз? Тұздағыны біз жазамыз. Оны балалар сендерге оңай болу үшін мен мына жерде жазып қойдым шаблондарды. Катодта су электролизге түскен кезде мына шаблонды жасасыңдар. Түсінікті ма? Ал мына шаблонды жаз. Екі электронды не істеп алады? Қосып алады. Синтеттағыны 2OH минус анион түзіледі. Сонда катодта не түзіледі екен? Сутек түзіледі. Енді катодтық түсінікті ма? Ал егерде цинк болса ше, мырыш. Ол кезде суда түзіледі, және де металда катионға барып, катодқа барып, электродқа жабысады. Келесі бізде анодтық электролиз. Енді анодта жүретін процесс. Анодта жүретін процесс балалар бізде қышқылдың, біз білеміз натрий хлор, мысалы, катионнан тұрады, және де мынау металл, мынау не? Қышқылдың қалдығы. Біз білеміз қышқыл нешеге бөлінеді? Енді анодтық электролиз кезде бізде егерде тұздың құрамында оттексіз қышқылдың қалдығы болса анион, ол кезде электролизге анион қосылады. Хлор анион. Ал егерде мысалы натрий 2SO4 болса, ол кезде SO4 анион электролизге түседі. Не түседі? Су электролизге. Ол кезде SO4-ті біз не істейміз? Сөйтеміз дағыны. Мен жазамыз. Алерген. Мына процесс хлордың тотал процесін жазсын. Жазамыз. Анодқа не түседі? Хлор минус. Және де су жазамыз. H2O. Су түседі ма? Түспейді. Не істейміз? Енді хлор бөлінеді, анодта хлор бөлінеді. Оны қалай білеміз? Біз ол кезде иісінен білеміз. Жазамыз. 2 хлор. Хлор минус. 2 электрон не істейді? Береді. Минус 2 электрон. Жазамыз. Хлор 2 0. Және де стрелка жоғары. Енді балалар, астын сызамыздағыны молекулалық теңдеуін жазамыз. Не істейміз? Натрий хлор жазамыз. Натрий хлор. Тез жазамыз. Натрий хлор. Қосамыз не? Су, H2O, стрелка. Не жібердік біз? Тоқ жібердік. Тоқты жібергесін біз мынандай стрелканы қоямыз да астына ерітінді деп жазамыз.
Түсінікті ма? Балалар жазған кезде өте сауатты жазуға тырысыңдар. Жарайды ма? Жазбатқан шығарсыңдар, сендер де? Ағады. Енді балалар жазған кезде мынау стрелкадан кейінгі не бөлінді? Катодта не бөлінді? Жазамыз. H2 стрелкадан. Мынау. 0,0. Бөлінді, бізде газ бөлінді, ол үшкелер ғой. Енді не жазамыз? Хлоридті қосамыз. Қосу, хлоридті, ол да ұшып кетеді. 0. Және де не бөлінді? Бізде балалар, мына жерде 2 OH қалды, бірақтан бізде натрий бізде не істеді? Сумен әрекеттесті, не түзілді? Сірді. Ол неде қалады? Ерітіліде қалғасын, біз оны жазамыз натрий OH. Мынау ионды, енді біз мына жерде жазамыз натрий OH. Бізде катодта не бөлінді? Катод. Катодта H2 бөлінді. H2 газ бөлінді. Хлорид. Балалар, катодта қандай процесс жүреді? Теріс. Катодта тотықсыздану процесс. Кітапта жазылып тұр ғой? Катодта қандай процесс жүреді? Ал анодта қандай процесс жүреді? Енді не аламыз? Мына теңдеге телеміз. Хлор нешеу? Екеу. Мына қанша? Біреу. Мына жерге не жасасын? 2 қоямыз. Натрий қанша болды? 2 болды. Мына жерге натрий 2 қоямыз. Сутер қанша болды? Мына жерге 2, мына жерге 2. Қанша болды 2? Мына жерге 2, ал мына нешеге қоямыз? 2 қоямыз. Теңдеу дұрыс болды ма? Теңестік ма? Балалар, кім түсінбеді? Түсіндік апай. Түсіндер ма? Мен тағы да қысқаша айтып кетейін. Мына жерде ванна аламыз. Ванна электровизор дейді. Мына электровизор дейді. Бірінші тұзды аламыз да естиміз. Дисаландырамыз. Сөйтіп тағы ол неде иондар қайықта орналасады? Ерітіндіде. Ол ерітіндіде. Олар неғып жүр? Ретсіз орналасады. Енді біз оған ерітіндіге не саламыз? Катодпен анодты саламыз. Мына ерітіндіге сөйтіп не қосамыз бұған? Тоқ жіберген кезде балалар иондар не істейді? Қозғалады. Иондар қозғалады дағына. Катиондар қайға жылжиды? Катиондар катодқа жылжиды. Ал аниондар анодқа. Катодта тотықсыздану процесс жүреді. Түсінікті ма балалар? Енді мына процесс па? Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді балалар, мына бойынша бізде кітаппен жұмыс жасаймыз, енді оқулықпен бізде электролиз теңдеулерін құрастыру дейді. 6-шы тапсырма орындаймыз. Кім шығады 6-шы тапсырмаға? Балалар, кітапты ашып, 208-ші бетті ашамыз. 208-ші бетті ашамыз. Кім шығады? Мынаны бәрін көшіп. Келесі тапсырма, балалар, 2-ші есеп, және де 3-ші есеп. Кім шығады 2-ші есепке?
3-ші шыңда кітаптарымды алды. Балалар, сендер өз орындарында жазып отырыңдар. Кәнекей. Қайда дәптер? Жаз. Сендер жазып отырсыңдар ма? Жазыңдар. Сендер жазып. Балалар, түгел жазамыз. Балалар, мына шаблонды қолдануды біліңдер. Судың шаблоны бұл. Катодта егерде су электролизге түскен кезде мына шаблонды жазасыңдар, ал анодта егерде электролиз деген кезде судың мына шаблонын жазасыңдар. Хлор. Ерітінді, е? Не берілді, не табу керек. Катодта цинк 68-25 грамм берілген. Иә. Ал анодта хлор 22 грамм, 28-22 грамм. Литр. Енді Және балалар кім шығарды? Бірінші берілгенін жазамыз, е? Берілгенін жазамыз бірінші. Екі электрон. Мына жерде минус екі электрон. Екі электрон. Енді астын сызамыз. Неке, екі. Плюс мына жерде плюс. Катион, плюс мына жерде катион. Катион, анионды дұрыс жазуды. Осындай балалар. Оқулықта жазылған нені пайдаланыңдар, жарайды ма? Кім шығарды, балалар? Балалар, мынандай сұрақ сөйлейміз. Осы электролиз процесс кезінде қай салада қолданылады? Кім айтады? Қай салада қолданылады электролиз процесс? Және де Қазақстанның қай өңірінде осы электролиз процесс арқылы металдарды алады? Қай жер? Кім айтады? Қайда? Білесіңдер ма? Балалар? Жалпы бізде Қазақстанда алюминий электролизі Павлодар зауытында жүзеге асады, және осы металлургиядағы электролизге тоқталатын болсақ, тұздарды электролиздеу арқылы мыс, мырыш және басқа да металдар алынады. Иә, металдарды алынады. Тағы да қандай? Мысалы, үйде біз пайдаланамыз, иә? Бұйымдарды, металдан жасалған бұйымдарды, иә, пайдаланамыз да. Олардың сырттары, не алған олардың сырттары? Кейбір бұйымдар. Алюминий ыдыстар болады. Алюминий ыдыстар,
тағы да қандай ыдыстар бар? Бізде сырты жылтыр ақ эмалированный, оны қандай процесс деп атайды? Қандай жолмен алынады? Электролизация. Электролиз, ол бірақтан оның да атауы бар шығар, иә? Қандай әдіспен алынады? Галваностение ма? Гальваностение дейді. Оны қалай алынады? Кім айтады, балалар? Кім айтады? Гальваностение. Мен айтайыншы апай. Жоқ, тағы да жұмыс жасаймыз. Мысалы, Ерсұлтан, сен айтшы. Қандай да бір бұйымдардың бетін металдармен қаптаудың Иә, электролиздік металдар. әдісі гальваникалық жабдықтау деп аталады. Иә. Оны мысалдарын келтірсең, ана оқулықтан қарасаңдар, қандай мысалы? Ең бірінші, не үшін оны біз сыртын қаптаймыз? Жеміреуден қорғау және бұйымның Жайла, ал айтамыз. Ең бірінші, не үшін? Жеміреуден қорғау және бұйымның сыртқы түрін көркемдеу үшін. Иә. Никелдеу үшін хромдау. Хромдау, никелдеу, иә? Иә. Иә. Және де электроөткізгіштігін жоғарылату мыспен, күміспен, алтынмен қаптаймыз. Иә. Келесі. Сосын қаттылығы мен төзімділігін арттырамыз. Иә, қаттылығын, төзімдігін арттырамыз, иә? Тағы да қандай? Беттің шағылдыру қасиетін жақсарту. Иә. Гальваникалық жабынмен қаптау гальваникалық аштауларда жүргізіледі. Катодтың қызметін қапталатын бұйымның атқарады. Катодта металл иондарының тотықсыздануы, яғни металдың электрлік жолмен жағын түзу жүреді. Түсінікті ма балдар? Үйге барасың, міндетті түрде қараңдар, енді көз салыңдар. Ана эмалированный кастрюльдерім бар, никель деген, хромдау дейді, никелдеу дейді. Мысалы, мына алтынмен жаратады ғой, күмістерді, мысалы, сол кезде осы электролиз арқылы гальваностение деген әдісті қолданады. Түсінікті ма балалар? Бүгінгі тақырып түсінікті ма? Кімде қандай сұрақтар болады? Қазір мынау парақшаға не істейсіңдер? Жазыңдар қандай? Сөйтіп соны қазір біз талқылаймыз. Жарайды ма балалар? Атай мен есебі бір сұрақ бар. Балалар, неға қараймыз? Дұрыс жазды ма? Бізде бағыну. Дұрыс жазды ма? Кәнеге қараймыз. Түсіндірушілер. Бізде қазір мен кернеу қатарын кітап бойынша да қарай беріңдер балалар, кітап бойынша. Никель бізде қай жерде орналасқан балалар? Белсенділігі орташа. Қараймыз, қай жерде. Никель қай жерде орналасқан? Белсенділігі Орташа, иә? Сондықтан түсіндір. Никель катодқа барады бізде. Никель қайға барады? катодқа барады. Катодқа жылжиды. Суды не істейміз? Бізде балалар, мен сендерге жаңа айтып кеттім, никель бізде электродтық потенциалы қандай? Жоғары. Сондықтан ол катодта никель тотықсызданады. Түсінікті ма? Ары қарай. Хлор анодқа барады бізде. Хлор анод қайға жылжиды? Анодқа барады да. Анодқа барады. Бұл жерде ол қандай? Оттекс. Сондықтан анодта не түсіледі? Хлор түсіледі. Дұрыс. Мынау иондық. Мынау катодта никель түсілді, анодта бізде хлор түсілді. Никельде қандай процесс жүрді? Тотықсыздану. Иә, ал Хлорда тотығу процесс. Балалар, дұрыс па? Дұрыс абай. Ана неге плюс деп қой балдарды? Балалар енді мына жерде түсіндіріп кестер. Бұл жерде цинк хлорды 11-ші диссертацияларынан. Иә. Одан кейін катод пен анодқа бөлгенімізде су бетінде болғаннан кейін суның қатысуымен болады. Иә. Бұл жерде цинктің кернеу қатарында белсенділігі орташа болғаннан кейін металл да суда түзіледі. Түсінеді мына, иә, жасын. Иә. Ал хлордың белсенділігі төмен болғандықтан суды өшіп тек қана металл түсіріледі. Біз цинк, су, хлорды Мына жерде катодта цинк бөлінді. Катодта Енді берілгені не берілді, не табу керек.
Бұл жерде хлордың цинктің массасы берілген, массасы берген, біз оның шығымын есептейміз. шығымын есептейміз. Сонда шығымы қанша болыпты 90% кезіндегі? 90% кезінде Бізде цинк 22-28 литр хлор болды, ал цинкта 75% цинк шығады. хлордың шығымы, мынау хлордың, хлордың шығымы қанша болыпты? 31-36 Литр болыпты, литр. Енді біз оны не істедік? Зат мөлшерін тауып алдық та, ол қанша моль болыпты? 1,4 моль хлор болды. Ары қарай нені таптық? Ары қарай біз оның массасын тауып алдық. Массасын тауып алып, сөйтіп Зат шығымы мөлшерімен эмердің көбейтіндісінен массасын тауып алып, шығымын табамыз. қанша пайыз, цинк қанша пайызбен шыққан екен? 75%. Балалар, мына есеп түсінікті ма? Бұл бар ғой, бұл Б деңгейін есептері, УБТ тестте кездесетін есептер бұлар. Бұл Б деңгейін есебі, ал С деңгейін есептері ОБТ-да, ол кезде уже Фарадей заңындағы формуланы қолдану арқылы шығады. Ол кезде бар ғой, балалар, қанша минутта, қаншама секундта электролизге түскенін соны есептейді. Түсінікті ма? Енді мына жерде не берілді бізде? Анод берілген. Купрум S4, купрум диссоциалды. Не берілді? Bu yerде анод берілген. Не табу керек? Мыстың массасы. Таптың ба мыстың массасын? 38-4. Сен пропорция арқылы есептепсің, дұрыс. Өзіне не 2 балл қосып. Балалар, енді қорыта келе не бүгін үйрендіңдер? Әрқайсыларың бір сөздер. Және де қай жерде сендерге түсініксіз болды? Қай жерде түсініксіз болды, балалар? Соны мына жерде не істейміз? Тұтып алыңдар. Парақшаны тезірек толтырыңдар. Үйге тапсырма. Нешінші параграф, балалар? 50 параграф. Күнделіктерімізді ашамыз. Үйге тапсырма. Нешінші параграф? 50-ші параграф. Және де екінші, үшінші есепті шығарды де, яда қандай есебі қалды? Екі мен үшті шығарды. Бірінші есепті шығарды. Өте оңай, бірінші есепті. Және де бірнеше осындай электролиз процесін жазуға тырысыңдар. Жарайды ма? Уже үйреніп алдыңдар ғой, үйреніп алдыңдар. Балалар, әрқайсылардың енді бір сөзден айтып шығыңдаршы, электролиз дегеніміз не? Және де балқымада ерітіндіде қандай айырмашылығы бар? Бір сөзден айтып шығамыз. Ерітіндінің балқыманың айырмашылығы ол ерітіндіде судың қатысуымен өтеді. Судың қатысуымен өтеді, ал тек айырмашылығы сода, ал общий екеуінің ұқсастығы неде? Ең бірінші біз не істейміз? Тұзды аламыз да біз не істейміз? Диссоциаландырамыз. Диссоциаланады. Ол неге диссоциаланады? Катионмен анионға диссоциаланады. Балқымада не істейміз бірінші қатты тұзды? Ертеміз, сұйықтамыз, балқытамыз. Және де олар не істейді екен? Ол ары қарай. Екі электрод батырамыз, балқымаға, немесе ерітіндіге. Екі электрод, катод, және де анод. Айтсаңдар сендер. Катодта тотықсыздану процесі жүреді, анодта тотық процесі жүреді. Сол кезде катодта, мысалы, металл тотықсызданған кезде, ол кезде не істейді ол катод не алады? Ауырғанады, сөйтіп біз не бөліп аламыз?
металлды сөйтіп бөліп аламыз. Балалар, қарап шығыңдаршы, қандай қай жер түсініксіз болды? Бір қарап шығыңдаршы кітап бойынша. Қарап шығыңдаршы, балалар. Есепті мынаны көшіріп дәптерге жазғанды, балалар. Жазғандар, кім жазған жоқ еді жаңа? Жазғандар. Парақшаны толтырып, қазір маған сабақ аяқталған кезде маған қайтарып бересіңдер. Мен сол парақша бойынша сендерді не істеймін? Бағалаймын. Жазбаңдар. Мына жерге қандай сұрақтар қыласыздар? Дәптерге жазбаңдар. Есеп көрініп тұр ма, балалар? Біз бұндай есептер шығарғанбыз, тек бұл жерде не істейді? Катодта не бөлінді? Анодта не бөлінді? Соны табу керек.